Климаттың өзгеруіне байланысты еліміздегі жасанды су қоймаларында балықтар саны азайып барады. Бүгін Астанада өткен жиында балық шаруашылығы комитетінің өкілдері дабыл қағып осындай мәселе көтерді. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда балықты қолдан өсіру мәдениетін дамытпай, іс ілгері баспайды. Өйткені қазір еліміздегі жекелеген ұйымдар мен балықшылар тек аулауды ғана біледі. Ал қолдан балық өсіріп, тұқымын көбейтуге және оны суға жіберуге көбісі құлық танытпайды. Бүгінде балықты аква өсірумен айналысатындар жасанды су қоймаларына 158 миллиондай шабақ жібереді екен. Ал комитет өкілдері оны асынып отыр. Екі есеге көбейтуді ұсынған мамандар шабақтар санын 300 миллионға дейін арттыру керек деп бастама көтерді. Негізі, естественно, қоймаларда балықтың саны азайып отыр, су азайып отыр. Сондықтан біз енді әлемде солай бүкіл жерде аквакультураны дамыту керек. Аквакультураны дамытуға біздің норматив базамыз тоже айтып отыр нәрсе. Негізі Қазақстан бойынша бұл мәселе осы дамымаған. Балық шаруашылығы өте маңызды сала. Қауіпсіз азық-түлік өнімдерінің ішіндегі орны бөлек дүние. Сондықтан менің ойымша осы саланы экономикалық тұрғыда көтермелеу керек. Яғни балық шаруашылығына инвестиция тартып, пайда көретіндей болуы қажет.